ше Шымкенттің апалары ұстап алды да Мақпал апайға бәрін көзінше Айгүл келін қаласың ба, аласың ба, қайт деп отыр да. Қашсам да қоймады, сосын Мақпал апай алады деді да, мен де алады дей салдым. Бір сайттым да. Балаң красавчик па, барлық апалар не үшін сұрап жатыр деп жатыр. Комфорт не шығып тұр. Үш адам комплимент айтты дейсің ба? Не дейді сонда, жақсы дей ма, қалай дейді? Парфюм күшті болып тұр ғой дейді да. 150 мың қалсын күшті болады ғой. Модный көзі киім алды. В общем, ағам туған күні екен соған. В общем, қалаға шықтық. Шымкентте емес, шыққыланып жатыр. Не болды? Кейін наличкамыз бар. И, конечно же, балаларды қуантамыз деген сияқты. Короче. Шашты істеп алдық енді. Үтік болып шыққасын ғой, үтік. Кетіп жүр. Оке. Қайыстар. Бізге тағы бір 2 велосипед керек болып тұр ғой. Балдар тауып алдым мына жерде. Не, бала шаға болып тұр. Бүйтейік енді мен бір жігіттерді кішкене бір шетке жинаймын. Қара, сен мына жаққа тұр. Так, сен тоже келіп қаласың ау. Сен мына жаққа, сен дәу болып тұрсың уже. Сен мына жаққа. Так, мына жаққа тұрыңдар. Шетке тұрсаңдар, шетке. Сен мына жаққа тұр. Тоже келіп тұрсың. Так, сенде 4-еуің. Ақшыстан қоя демеңдер. 4-еуің мына жаққа тұрыңдар. В общем, төбелеспейміз. Сендер ертең сөйлеп істейсіңдер, короче. Отқан адамға 10 мың теңге беремін. Отқан адамға. Қанша счет? Менде де берем ба? Так, сен бөлісесің ба, дос баламен бөліспейсің ба? Бөлісесің ба, молодец екен, 10 мың теңге. Егін бөліс аласыңдар, ә? Молодцы. Құтты болсын, жеңістерің. Давай. Қалай? Тихо. Ал, кет. Даже командамен уже, команда. Тихо. Давай, кет, сөйлеп бастаймыз. Бірақ ұрып. Давай, кеттік. Сен тұпсадың ба? Бөлісесің ба, бөліспейсің ана жігіттен? Бөлісесің ба? Кеттік ал, дальше екеуі. Кім бұтты? Қазір ақшам келін бітіп қалды, ақшам көдіріңдер. Ақшам бітіп қалды. Маған тағы 10 мың берші, 20 мың берсі. Кім еді жаңа? Отқан? Все, мәңдер. Все, екеуің бөліп аласыңдар, а? Енді 4-еуің қалдыңдар. Енді ең қызығы болайын деп тұр енді. Мына жаққа тұрыңдар. Соған звондасам, көтермейді. Мен уже мобилографтыққа айтып қойдым, что точно келеді ол деп. Осы жерден ағама заттар алам всегда. Ағам өзіне жеке заттар алам да. Бер жүрем өзіне. Осылай айтады. Қайда кетіп барасың дейді. Киваноға десем, Арина маған ананы аласаш, мынаны аласаш, ананы аласаш деп всегда айтады. Так. Мына кетеді. Сосын тағы қандай? Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Қыздарыңыз лаваш жеп отыр қазір. Баяғыда біреулердің сөзінен қатты қорқатын едім. Ойбай анау бір киімді екінші күн кисем, бір киім кие бересің ба деп айтама деп, лаваш жесем, фуй лаваш жейсің ба не сен деп айтама деп. Сонда негізі айтатындар көп бар еді да. Солардан кәдімгідей мен қорқатынымды. Адамдар мен жайлы не айтады, мынау ертең бүйтіп айтып қояма, сөйтіп айтып қояма деп. Қалай бармын, солай жүремін. Мен өте қарапайыммын. Ешқайсыңыздан бір артық емеспін, бір керемет адам емеспін. Мен жүрген бір құлмын деген сияқты ғой. Сол жұмыстармен жүрмін қалада. Сіздерге айтатын өте көп жаңалығым бар, бірақ әр нәрсені іспен көрсеткен жақсы дейді ғой. Аузыммен лапылдап айта бермей. Алда көретін боласыздар барлығын. Мен де қатты асығып жүрмін сіздерге көрсетуге, бірақ енді ол кішкентай дүние болмайын деп тұр. Құрметті оқырмандар, бүгін Фархатты маскасыз көреміз. Сіз есіңізге сала кетейін, осыдан бірнеше күн бұрын Мадина сіздердің таныстықтарыңызға бір ай болғанын айтқан еді. Сіз соны ұмытып кеткен жоқсыз ба? Бір ай болғанның құрметіне тойламай келді. Неге тойламайсыз? Жылдық болса, тойлауға болады. Бір ай, 2 ай деген мен андай асырауға мән бермейді. Бізге 2 ай болды, 3 ай болды деп айтады ғой.
Мен айтпасам, мен осы жерге таныстыққа нетпесем, бір айда болмайды еді да негізі. Мен қаратып алған қу болып тұрмын ғой, сұмырай ше. Өзі ғой қарап, мен ғой қаратқан. Иә. Сол үшін иә. Мысалы, миссиясы, Мадинаның миссиясы жігіт табу ғой. Енді миссиясын қалай болса да жетіп жатқан сияқты, білмеймін енді, алдағы уақытта көреміз оны. Дейді ғой. Утро бүгінгі менің таңым 5:30-нан басталды. Неге десеңіздер, Love Story түсіріп жатырмыз. Содан бүгін таңым ерте басталғаны бар. Сәл ұйқым қанбай қалғаны да бар. Неше енді бүгін адышы шаршайын деп тұрмыз. Қазір бірінші локация теннисқа келдік. Съемка болып жатыр.